Енді кезекті сұрағымыз біздің Нұржанға менің. Қалайсыздар, көрермендер? Енді барлық халыққа да маған да қызық болған ең басты сұрақ, осы маусымда сен жыламайсың ба, жылайсың ба? Жыламаймын. Жыласаң не істейсің? Шашыңды аламыз ба? Шілей ондай сұрақты қоймақ. Қойшы маған сен. Алатын адамдар бар өзі. Өзіңе уверенсің ба қатты? Мен жыламаймын. Мен көп отпаймын. Жыламайсың ғой, мақұл. Кезекті сұрағымыз енді. Бұл сұрақтан суырылып шығып кеттіңіз. Кезекті сұрағымнан шыға аласыз ба енді? Енді жазғы маусымда Ләззат деген қыз болды. Осы маусымда да бар. Онымен жақын арақатынас болып қалу мүмкін бе? Мүлдем мүмкін емес. Бұл мүмкін болмау да керек негізі, өйткені достықты махаббатпен ұластырмау керек. Ол доспыз, достықтың қадірін кетірмеу керек болды. Егер де сіздің немесе Ләззаттың сезімі ашылып кетсе, ол жағдайда не істейсіздер? Достықтан бас тартасыздар ма? Мен екінші адам үшін жауап бермеймін, мен тек. Ал біздің кезек сұрағымыз ол менімен кеше сөзге келіп қалған Арманға. Бір жерден шықпаған десеңші, сөзге келген емес. Ал Арман, енді сізге мынандай сұрақ қойғым келіп жатыр да, егер де ара қатынасыңызда қыз баласы сіздің ақшаңыз жоқ болып қалған кезде сізден айналып жатса, ондай кезде не істейсіз? Именно ақшаға келген кезде ма? Негізі ақшаға тәуелді болу, ол андай сәл таяз сананың ойы деп ойлаймын ше. Дүниеге тәуелді болуға болмайды. Бірінші өзіңді сыйламау. Ақшаға бол адаммен араласатын болса. Екіншіден ол мен тықсаңшы болмаса, сен қатты тақауатсыз. Сол ол андай сананың таяздығы деп ойлаймын, енді ақшаны бірінші орынға қою. Ал менің екінші сұрағым, енді сіз кеше ортада отқан болатынсыз, ара қатынасыңыз туралы ой келген кезде сіз айттыңыз, ұмытуға тырысып жүрмін деген сияқты, әлі ұмытпадым дегенге кішкене келтірген болатынсыз. Оған қалай жауап бересіз? Ұмытпадым емес, ұмытқам. Бірақ енді асатықтар болады ғой бәрі. Ал достар, барлықтарыңызға қайырлы күн. Қазір біз Қосай жобасының қатысушыларына өзіміздің сұрақтарымызды қоятын боламыз. Ал кеттік. Ең бірінші бізде Сагидаға сұрақ. Енді Сагида кеше бізде алғашқы эфир өткен болатын. Сіздің тума туыстарыңыз, достарыңыз негізі не деп жатыр? Анам ештеңе жазған жоқ. Бірақ әпкем жазды. Негізі қолдаймыз деп жатыр енді. Бірақ қолдап жатыр. Енді екінші сұрағымыз, бізде көпшіліктің ойында жүрген сұрақтардың да бірі осы Қосайық жобасында қатысушыларға, сізге ақша ма, әлде махаббат па? Махаббат. Мен бір рет ғашық болып көргенмін. Ол жігіттің ақшасы болмаған. Сол себепті мен өзім ақша беретінмін. Ол кезде енді бала болғанмын. Сол кезде түсіндім, что өмірде махаббат маңызды. Осымен біздің Сагидаға деген сұрақтарымыз аяқталды. Біздің екінші сұрағымыз ол Перизат ханымға. Перизат ханым, қош келдіңіз Қосайыққа. Кеше алғашқы эфир өткен болатын. Тума туыстарыңыз, достарыңыз бұл жайлы не деп жатыр? Қош көрдік, Мерей. Туған туыстарым, достарым әрине қуанып жатыр, жазып, бақытыңды тауып кет деп жатыр. Әрине арасында күлгендер де бар, ондайсыз болмайды. Енді осынша жасқа келіп Қосайыққа не істеп жүрсің дегендей. Қосайық шынайы бағдарлама, сондықтан мен осы жерден өз жолымды тауып кетуге дайынмын. Өте дұрыс ой деп ойлаймын өзім. Енді екінші сұрағым, бақытты болу үшін не қажет деп ойлайсыз? Бақытты болу үшін ең алдымен жүректің тыныштығы керек. Ал жүректің тыныштығын ақша ғана тыныштандырады. Ақша дейді біздің Перизат ханымымыз. Вот әр адамның өзінің ой пікірі бар дегенге осы жерде сенулеріңізге болады. Енді біздің сұрағымыз Тимур мырзаға болады. Тимур мырза, келіңіз бері. Енді кеше алғашқы эфир өткен болатын. Аяғымды ит тістеп жатыр. Енді кеше алғашқы эфир өткен болатын. Тума туыстарыңыз, достарыңыз бұл жайлы не деп жатыр сізге? Жалпы мен осы Қосайық бағдарламасында бірінші рет келіп жатқаннан кейін тума туыстарым барлығы қолдап жазып жатыр. Достарым да, сол үшін мен оларға алғысымды білдіремін. Жалпы қолдамай, басқа да хейт жағынан кетіп жатқан жоқ. Сол мені қуантады. Бүгінге күш жинап келдім десем де болады. Енді екінші сұрағымыз, бір көргеннен ғашық болуға сенесіз бе? Бір көргеннен ғашық болуға сенбеймін. Симпатия пайда болуы мүмкін, бірақ ондай басым кетіп қалатындай ғашық болмаймын. Осымен сұрағымыз аяқталды. Және менен бір сұрақ, кеше екі қызбен тикток биледім. Жалпы енді қалай енді? Жалпы жақсы, бірақ әлеуметтік желіде Мереймен барлығы қосып жатқан екен. Бірақ алдағы уақытта біз тек дос ретінде. Ал енді біздің төртінші сұрағымыз ол Лаура ханымға. Лаура ханым, қош келдіңіз. Енді кеше алғашқы эфир өткен болатын. Сіздің тума туыстарыңыз, достарыңыз бұл жайлы қандай ойда негізі?
негізі мен үшін ақылдасып кеңесетін екі жан бар. Сол жандармен кеңестім, мені қолдайды, қалғаны маңызды емес. иә, енді екінші сұрағымыз, адам өмірінде ақша сіз үшін қаншалықты маңызды деп ойлайсыз? Негізі ақша маңызды. Мен енді жасым 33-те ғой. Қаржылық сауаттылығы міндетті түрде болу керек. Өйткені қазіргі таңда қоғамда осы қаржы саласында ажырасу себептері осы қаржы саласында болып жатыр. Сондықтан да міндетті түрде қаржы саласына қарау керек. Осы сөзіңізге бір түйін жасағым келіп тұр да, сізге ақша ма, махаббат па, осы екеуін қоятын болса қайсысын таңдайсыз? Енді қараңыз, бірінші бір сұрақ, иә? Махаббат. Енді біздің 5-ші сұрағымыз ол Әселге. Енді Әсел, кеше бірінші эфиріңіз өтті. Сіздің тума туыстарыңыз, достарыңыз бұл жайлы не деп жатыр? Барлығы білді, иә. Үйдегілер қарсы емес, олар өздері жіберді. Бар бақытыңды тап деп. Ал таныстарым әрине шулап жатыр. Әсел келді ма деп. Ешкімнен ондай ешқандай қарсылық болып жатқан жоқ. Ал біздің 2-ші сұрағымыз, кешіру оңай ма, әлде ұмыту ма? Екеуі де қиын ғой. Қайсысы? Екі сұрақтың біреуі. Оңай дейсің ба, қиын дейсің ба? Оңай. Кешіру немесе ұмыту? Ұмыту оңай, чем кешіргеннен. Осылай дейді біздің Әселя ханымыз. Біздің 6-шы сұрағымыз ол Данияр мырзамызға. Данияр мырза, қош келдіңіз. Менің сізге деген қоятын сұрағым, қарым-қатынаста ең маңызды 3 нәрсе сіз үшін қандай? Қарым-қатынаста ең біріншісі сыйластық. Сосын өтірік айтпау бір-біріне. Қызғанышпен қарамау керек. Кешеде тақырыпта айттым ғой. Белгілі бір шеңберде болу керек та. Осы үшеуі болса, дұрыс болады деп ойлаймын мен. Өте жақсы сұрақ деп ойлаймын, жауап деп ойлаймын. Біздің 7-ші сұрағымыз ол Юляға. Юля деп білесіз. Ал Уля, саған қойылатын сұрақ, сені біреудің қарағаны ұнай ма? Сені адамдар қарағаны, внимание ұнай ма саған? Иә, тақта халықтың алдында бір сүйікті де сүйкімді қыздарым бірімін, ерке қыздарым, сондықтан көп қолдаушыларым бар, халық жақсы көреді деген сияқты. Ал 2-ші сұрағымыз енді қарым-қатынас жайлы. Қарым-қатынаста бірінші болып кешірім сұрай аласың ба? Кешірім, егер де қателік мен тарапымнан болса, әрине кешірім сұрай аламын. Нақты жауап береді екен, иә? Образы өте әдемі болып тұр, қарасаңыздар. Енді рахмет. Енді 3-ші сұрағымыз, сені жігітің қатты қызғанса, ол қалай саған, сен үшін? Ер азамат бекерден бекер қызғанбайды, мүмкін бір себептермен қызғанған шығар деген сияқты. Мүмкін мен қысқа ие болдым, либо бір жігітке көзіммен қарап қойдым деген сияқты. Олай ер азамат негізі бекерден бекер қызғанбайды. Қызғанса, значит, жақсы көреді деген сөз. Ал біздің кезекті сұрағымыз Гүлсараға. Гүлсара, қош келдің. Саған менің сұрағым, жігіттің қыз достары көп болғаны сен үшін қалай? Мен үшін өте жаман. Қыз достар болмау керек. Өйткені қыз бен жігіттің арасында достық болмайды. 2-ші сұрағым, сүйген адамың үшін көп нәрседен бас тарта аласың ба? Көп нәрсе дегенде қандай нәрселер мысалы үшін? Қысқа кимеу, адамдармен достық арақатынасы тоқтату, одан да басқа да заттар. Менің бұрынғы отношениям тура осындай болған. Жоқ, ешкім үшін ештеңені бас тартпаймын, тек өзім үшін ғана шешім қабылдаймын. Егер де сізге бұрынғы арақатынасыңыздағы адам дос болайық десе, оған қалай қарайсыз? Дос болуға келіспеймін, өйткені ол дос бола алмайды. Нақты жауап берді деп ойлаймын.